Сәлем достар, 10 см болған бисквит жасайтын боламыз. Керек заттар: ұн, қант, крахмал, 5 жұмыртқа, разрыхлитель. Жұмыртқамыздың сарысы мен ағыны ажыратып аламыз. 5 жұмыртқамызды ажыратып аламыз, сарысы мен ағыны. Міне ажыратып алдық. Енді ағыны жақсылап миксерлейміз. Ақ болып көтерілді. Пенка болғанша жақсылап миксерлейміз. Міне пенка болды. Түспейді. Қантымыздың жартысына қосылған, жартысына сарысына саламыз. Тағы да 1-2 миксерлеп жібереміз. Енді сарысыны миксерлеп жібереміз. Қантымыз еріді. Миксерленген жұмыртқамызды сарысы мен ағыны бір-біріне қосамыз. Лопатканың көмегімен бір бағытқа араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді бір ыдысқа саламыз. Бәрін қосамыз. Араластырып, елекпен елеп саламыз. Осылай саламыз. Бір бағытқа қарай араластырамыз. Міне дайын болды. Енді осы ыдысымызға салып, 150 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Пісіп жатқанда ашып көруге болмайды. Шпажканың көмегімен піскенін тексеріп аламыз. Жұмсақ, күшті бисквит шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, дәл осылай шығады. Ас болсын!